Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар және қонақтар. Кешегі өзімшіл саясаттың тар қыспағында ел мүддесі еншісінен айырылып, туған жерің телімденіп, тартысқа түскен сондай бір қиын шақта, өктем елдің өзімшіл саясатына қаймықпай қарсы тұрып, айбаттанып ажалына қарсы шапқан текті елдің ұрпағы екенін танытып, шыбын жанын шүберекке түйіп, ел мен жер үшін күрескен сондай тұлғалардың бірі Ақмола облысы Аршалы ауданы Танагүл ауылының тумасы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2018 жылғы 23 қарашадағы номері 785 қаулысы бойынша номері 3 Аршалы орта мектебі мемлекеттік мекемесі Ақмола облысы Аршалы ауданы білім бөлімінің Жұмабек Тәшенов атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып аталды. Бүгін ұстаздар мен ата-аналардың арманы орындалды. Жас талантты суретші Сәрсекеев Ернұр Сағатұлының қолынан салынған Жұмабек Ахметұлының мұралы келешек ұрпақтың патриоттық сезімін оятып, еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыратыны сөзсіз. Мұралдың алтын лентасын қию салтанаты Аршалы ауданының әкімі Байманов Айдар Итемгенұлы және мектептің қамқоршылық кеңес төрайымы, мектеп жанашыры, демеушісі Балташева Бағдат Төлебаевнаға беріледі.